Барлығыңызға сәлем. Менің есімім Хадиша. Біз отбасымызбен Америка Құрама Штаттарында тұрамыз. Осында тұрғанымызға 1 жылдай болды. Ол менің қызым, балам, күйеуім. Біз қазір авто үйде тұрамыз. Ол дөңгелекті үй. Және де ол арнайы паркте орналасады. Мен бірінші қазір паркты көрсетемін. Айналаны көрсетемін. Сосын өзіміздің үйді бірсыра көрсетіп шығамын. Маған бұл видеоны түсіруге ұзақ уақыт кетті. Көп ойландым. Және де қазір қол жазып тұрмын. Менімен бірге болыңыздар. Бұл біздің паркте орналасқан бассейн. Айналасы қоршалған. Мұнда офис. Біршама айналы осылай көрінеді. Кәні қолың? Мінекей бұл бізде кір жууға арналған орын. Мұнда машиналар орналасқан, кір жуатын. Картамен жұмыс жасайды. Қосып, жарты сағат 45 минут кір жууға. Одан соң мұнда сушilgan аппараттар. Оларда $2.25 саламыз, 1 сағатта кептіріп, киімдерді құрғатып аламыз. Паркте осылай жолдар, қатар-қатар араларында осы үйлер тұрады. RV үйлер. Бұл қоршалған жерде газ бар. Біз тамақ жасау үшін, суды жылыту үшін осы газды қолданамыз. Осы жерден сатып алып. Қазір кезде түстің уақыты, сыртта ешкім жоқ. Бұл үйлерде арнайы топқа жалғанады. Әр үйдің өзінің номерациясы болады. Канализационный трубалары бар. Әр қайсысында. Бұл жерде тұрғаны үшін күндік, немесе апталық, немесе айлық ақша төленеді. Әр қайсысының өзінің орындары бар. Бас жақтарда күндік, апталық орындар. Мұнда алдымыздағы үйлер мобил хом деп аталады. Бұларды да көшіріп алып кетуге болады. Астыңғы бөлігі ашылып, сол жерден машина кіреді, үлкен үйді көтеріп алып кете береді. Көбінде бұл үйлер көшіп қонып жүреді. Ыңғайлы болғандықтан көбінде американдықтар бұл үйлерді қалаларды аралауға пайдаланады. Әр қалада осындай парктер болады. Орнығып, қаланы көріп, 1-2 күннен кейін басқа қалаға көшуге ыңғайлы. Немесе міне мұндағы үйлер тұрғанына біраз болды. Өйткені бұлар дәл осындай үйде тұрады. Аренда жағынан арзан. Кәдімгі үлкен үйге қарағанда да бағасы арзан болады. Сол үшін де бұлттар жаңбыр жауды өзім. Біздің алдымызда біз бұл үйде сатып алдық, және де бізге бұл үйде ыңғайлы. Өйткені біз дәл қазіргі уақытта 6 ай Қазақстанда, 6 ай осы Америкада тұрып жатырмыз. Сол үшін бізге осы үй ыңғайлы болды. Қазақстаннан келгенде
үйге, үй іздеп әуре болмаймыз. Осы үйімізге келеміз. Орын жалдап тұрамыз. Кеткен кезде арнайы гаражға қойып кетеміз. Балдардың ойыншығы. Мұнда бассейніміз бар. Балдардың. Мұны біздің ішінен осылай енді өте кең емес, бірақ өзімізге ыңғайлы. Мұнда бізде кухня мен тамақ дайындауыма керек заттар, микроволновка, газ, холодильник, морозилкасы мен мұнда шкафтар бар. Оларға біз тағам, керек заттарымызды саламыз. Мұнда балдардың киімі орналасқан, телевизор, камин, балдардың ойнайтын орны. Мұнда біз жақында кондиционер орнаттық. Өйткені жаздың күні қатты ыстық болады. Бізде кондиционер бар. 1, 2 және де мына тесіктерден салқын келеді. Бірақ ыстық күндерде суыту қиын болды. Сол үшін де кондиционер орнаттық. Тағы свет бұлай да қосылады включателмен. Және де бұл светтер біз қолмен қосамыз. Мұнда бар. Бұл бізде душевой, туалет бар мұнда. Ракина. Ау. Берем. Бұл бізде мақұл, спальный. Үлкен матрас алдық. Алдында біз мына жеріне өте алатын едік, қазір айналып өтеміз. Мұнда киімдер вешалкада. Мұнда бүктелінген киімдер тұрады енді. Білмеймін қалай айтуға болатын басқаша. Ар жақта менің киімдерім. Мұнда кішкентай телевизор, пылесос орналасты. Қойдық пылесосты. Барамыз. Мұнда жылы су, ыстық су бәрі бар. Душ. Мақұл. Қазір бізде слайд шығып тұр. Бұны слайд деп атаймыз. Кнопкалар арқылы біз кіргіземіз, және де бұл жер кішкене болады. Жүрген кезде ыңғайлы, өйткені автобустың көлеміндей болады. Мынадай. Мұнаның бәрі кіретін, ағашпен қоршалған жердің бәрі. Мұнда да солай. Және біздегі стол стульялар. Столымыз түседі. Жататын орын болады, 2 адамдық. Примерно бұл диванда түседі, жайылып, төсекке айналады. Мұнда біздің кафе төсектеріміз. Тағы не айтайын? Осы біздің үй. Қазір бұл үйдегі судың көрсеткіші. Мына грей дегеніміз душтан жиналған су. Бірақ ол туалеттен жиналған су. Фреш дегеніміз таза су. Біз таза суды жинамаймыз. Тікелей аламыз. Батарея дегеніміз осы үйдің аккумуляторының. Кондиционер қосатын. Осы жерден қосамыз кондиционерді. Және де жылуытты осы жерден қосамыз. Кондиционерлер. Мына дөңгелек және мына кірпіштен суық, салқын береді. Ал жылуды все мына сеткалар арқылы жылу шығады. Бұл бізде екінші кондиционердің қосу аппараты осында орналасқан. Және де біз камин арқылы үйді жылыта аламыз. Осымен алды.